Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздерді жаңа кітаптарыммен таныстырайын. Міне бірінші кітап, керемет кітап. Аягүл Мантай, жазушы, публицист, ерте өмірден дүниеден озып кетті. Бұл кісінің шығармашылығымен енді танысып жатырмын. Негізі ара-тұра оқыған едім әлеуметтік желідегі парақшаларындағы жазбаларды. Көңілге жаққан еді. Ал мына кітабында Аягүл Мантай туралы естеліктер және сұхбаттар, сосын әңгімелері жинақталған екен. Бұл кітапты көп іздедім мен. 1000 данада басылып шыққан, соның біреуі маған бұйырды. Жүзі жарық болсын. Бұл кісіге қолдау болмаған сияқты уақытында. Ол енді бөлек әңгіме. Қол жеткізгеніме бұл кітапқа мен қуаныштымын. Мені қуантты бұл кітаптың келуі бүгін маған. Фейсбуктен іздеп жүріп тапқаным болды. Бір кісіге шығып Салтанат деген ханымға, сол кісі салып жіберді маған. Тауып берсеңіз екен деп өтініш жасадым. Екінші кітап Александр Блок. Білесіздер ме? Орыстың ақыны бұл кісі. Бұл кісіні біздің Мұқағали Мақатаевта көп оқыған дейді негізі. Менің бұл ақын жөнінде білетінім, бұл өзінің әйелімен жақын қатынасқа түспеген екен. Яғни физикалық байланыс рухани байланысты құртады деп есептеген екен. Таза махаббатты құртады деп есептеген көрінетін, ақтысын Алла білуші. Оның себебін әлі күнге дейін талқылайды орыстар, жалпы бір шамадан. Бірақ әркім әртүрлі пікірде. Бұл кісі де бөлек жазады. Одан кейін Халед Хосейни. Бұл кісінің екінші кітабы мен заказ беріп отырған. Бегущий за ветром осыдан бір 2-3 күн бұрын алған едім. Мына кітап екінші кітабы, заказ беріп отырмын. Бегущий за ветром дәл оқымадым мен. Екіншісіне бірден бере салдым. Өйткені бір жақсы сезімдер бар. Жақсы бір энергиялар бар бір қараған кезде. Бұл кітапта менің сезуімше бір жақсы кітап секілді, сондықтан бердім. Оқығандарыңыз бар ма? Мына екі кітапты мен бұлар бірнеше мәрте оқылған кітаптар, сондықтан сәл арзандау қылып сатып алдым. Аллахтың жәрдемімен. Мені қуантқан кітап осы болды. Бүгінгі қуанышым менің. Жаңа кітапты қолға алу деген ол жалпы той ғой негізі. Той. Кішігірім бір той деуге болады. Алла қаласа оқып біткен соң рецензия жазатын болам, немесе айтатын болам. Сіздер оқыдыңыздар ма, таныссыздар ма бұл кітаппен? Кітап оқыған адам 1000 өмірді көреді, кітап оқымаған бір ғана өмірді көреді дейді. Кітап оқып жүріңіздер. Айтқандай ұмытып барады екен, мазмұнын көрсете кетейін. Сіздерге мазмұнын сұрайтын адамдар болып қалады, сол себепті мазмұнын көрсете кетейін. Естеліктер, мақалалар, одан кейін сұхбаттар, одан кейін әңгімелері жинақталған.